Жас әулетлар келешекке баратқан. Ұстазым деп сыйлап арқа сүйеген, қалың елге білім нұрын таратқан мен мұғалім деген қалыпты сүйемен. Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының милли идея, рухилық тикарлары һәм құқық тәлімі кафедрасының доценті Ардақ Мұратбаева ұсындай тәрепке мүнәсіп болған жолы ұлы ұстазлардың бірі. Ол 33 жыл педагогика тарауында халыққа підай қызмет етіп, қаншама жастарды тәрбиялап келатырған ұстаз. 2025 жылдың 1 октябрь сәнесінде ол үлкен қуанышқа бөленді. Яғни, Өзбекстан Республикасы халық білімлендіру ағласы һәм жоғары білімлендіру ағласы көкірек белгілерінің иесіне айланды. Үкіметіміз тарапынан қаратылып атырған бұл ітібар оны шатлыққа бөлуіменен бірге таңлаған кәсібінен мақтаныш сезімін түйіп, оған бағдарлаған ұстазларынан міннеттар болды. Нөкіс қаласы 10 санлы мектепте оқығанмын. Сол мектепте маған орыс тілі әдебиетінен сабақ берген бір 2 жыл класс басшымыз болған Калягина Александра Наумовна деген ұстазым бар еді. Маған берген мейірінен илхамланып мұғалімшілікті таңлаған шығармын. Өзіңіздің ұстазлық жолыңызды таңлағаныңызға өкінбейсіз ба деген нәрсені айтады. Білесіз ба, философияны оқытып жүрмен, басқа да оқыту методикасы бойынша сабақ беріп жүрпен, кәсіп рухилығы деген пәнлерден сабақ беріп жүрпен, бәрі де философиямен байланысты пәнлер, көпшілігі. Сол философияны үйрене отырып, бір затқа көзім жетті. Егер адамлар айтады, ол келесі өмірде қайта туылғанда кім болар едің дегендей. Келесі өмірімде де қайта туылғанда мен мұғалімшілікті таңлар едім. Бірақ сәл басқаша бағдардағы мұғалім болар едім. Мен соңғы дәуірде ойланып жүрпен, физиканы үйренсем болар екен деп. Себебі философиядағы көп қана ашылуларда әйне табиаттану пәнлері тарауындағы ілім зерттеу жұмысларымен шұғылданған алымларымыз ашқанда. Әйне философлардың көпшілігі сол табиаттану ілімлеріменен жетік білген таныған адамлар болған. Білім тикарғы байлыққа айланып атырған бүгінгі дәуірде еркін пікірлей тұғын, рухи жетік, мемлекет низамларына садық инсанды тәрбиялау айрықша әхметке ие. Ең басылсы студент жастарда мемлекетіміз һәм келешек алдындағы жауапкершілік сезімін қалыптастыру. Бүгінгі күн һәм кешегі күн талабалары қандай, шәкіртлер қандай дегенде білесіз ба? Сабағың үшін рахмет деген нәрсені естісем, біріншіден өзімнің әкеме рахмет айтқым келеді, Жұбатқа Мұратбаевқа. Екіншіден, ең бірінші жоғары білімлендіру тарауына келгендегі бірінші ұстазым Жұманзараға Базарбаевқа рахмет айтқым келеді. Зояпа Жарлепесова деген ұстазым бар еді, оған рахмет. Әне сол адамлардың үгіті мен сәубет арасында алынатын кеңестер себеплі сол адамнан рахмет естідім. Енді ол дәуірдегі студенттер қалай десеңіз, дұрыс әзірәм білімге құмар, ол дәуірде де білімге құмар. Бірақ ол дәуірдегі адамлардың имканияты аз еді бүгінгі күндегі балалардан. Бірақ сол аз имканиятпенен көбірек білімге ие болуы оларды өз үстінен көбірек істейтұғын, кейін шыдамлы, сабырлы, сабыр тақаты бір кең адамлар сыпатында, кейін жауапкершілікті терең сезінген адамлар сыпатында бақалауға имканият береді. Бақалауға мен сондай бақа берсем, не үшін деген сұрауыңа ұсынарсыз. Енді бүгінгі күнгі жастар не? Қазіргі жастарда көру ареалы кең, бірақ оларда хадден тысқары сену бар да. Кәсіптестері Ардақ Мұратбаеваның минеткешілігін, теорияны тұрмыслық әмелиятпенен байланыстыра алатығынын атап өтпекте. Ол іліми конференцияларда белсене қатынасып, ілім зерттеу жұмысларын да алып барады підайы маман қанеге. Ардақ Мұратбаева менен бірге оқыдық. Нөкіс мемлекеттік университеті Тарас Григорьевич Шевченко атындағы. Ол менен 1 жыл кейін бітірді оқуды. Оқуды бітіргеннен 1993 жылдан басылып Ардақ Әжінияз атындағы пединститут 90 жыл ашылған болса, сода мұғалім болып келді. Сол өзінің кәсібін терең үйреніп, Ардақ өзінің үстінде көп іслеп, академик Жұманзарға Базарбаевтың шәкірті болып 2000 жылы философия ілімдері кандидаты болады. Біріншілер қатарында пединституттан шақырылған. Ардақ сондай білімдан, жақсы ұстаз, қайсы бір пәнді студенттерге оқитын болса, сол пәннің оңғыл-шоңғылына дейін терең үйреніп, соны әрбір студентке жеткеруге әрекет етеді.
һәм соны талап етеді. Милли идея рухлық чакралар һәм құқық тәлім кафедрасының тикарғы мақсаты бұл милли идеяны жастардың санасына сіңдіру һәм олар ертең үлкен ұстаз болған уақытта оны халықтың арасында үгіт насихатлау мақсат. Сол мақсатте Ардақ Мұратбаева милли идеяны оқытуда өз бетінше жұмысларды шөлкемдестіру методикалық қолданба жасады. Олар студенттерге азықлық. Сонымен бірге компетенция жантасу машқалаларында оқу қолданбасын үйретеді. Хақиқатында қазіргі заманауи керек методикалық қолданба дейміз. Сол іліми менетлер сонымен дүнияға танылып жатырды. Методикалық қолданбаларым бар. Бұл бір кезде философияны оқытқанда сол этика машқаласы, эстетика машқалалары менен кейінен милли идеяны оқыту машқалалары менен кейін біргелікте жамаатлік авторда кафедрамыз тарапынан даярланған рухилық тикарлары деген оқу қолданбамыз бар еді. Бұлам сол жаңағы оқу әдебиетларының жетіспеушілігі көзқарасынан. Енді бүгінгі күнде мен тикарынан магистратураның барлық қанегеліктерінде кәсіп рухилығы деген пәнді оқытамын. Әйне осы пәннен бізде оқу әдебиетлары Қарақалпақ тілінде жоқ. Бүгінгі күнде сол тарауда оқу әдебиетларын даярлаумен шұғылданып жатырмын. Һәм жоғары һәм профессионал тәлімде қанегелік пәндерінің оқыту методикасы деген бір пәніміз бар. Сол пән бойынша да жаңағы оқу методикалық әдебиетларды даярлау үстінде істеп жатырмын. Бүгінгі күнде білімлендіру системасы алдында жаңа вазипалар тұрған бір уақытта бұндай педагоглар хақиқи рухи жол көрсетушілерге айланбақта. Олардың өзі дүнияға көзқарасты қалыптастырады. Өрнегі инсанды жауапкершілікке һәм адамгершілікке тәрбиялайды. Ол осындай ұстазлар қатарында екеніне шүкіршілік етеді. Денімнің сау жүргеніне, қолымдағы ниет еткен мақсатларыма ерсетуңдай денсаулық беріп қойғанына, имканият беріп қойғанына, атрапымдағы адамларға қайсыдыр мәнісінде қадірім бар екеніне, ізімде шәкіртлерім бар екеніне, перзентлерімнің бар екеніне, олардың жақсы бір адам болып кеткеніменен мақтанамын, соларға шүкір етемін. Білесіз ба, оларға сен қандай тәсір жасай алдың деген сұрау туы мүмкін да. Бір шәкіртім бар менің, Хамдам Атажанов деген, өзі Елік қалада тұрады, мектеп директоры. Бір күн айтты, Ардақ апа, Қарақалпақстан халық білімдендіру ағласы болдым деп қуанып бөлісіп жатырмыз да. Сол бакалавриатты біткергеннен кейін 4 жылда осы дәрежеде ерістім деді. Бұған сіздің үлесіңіз бар еді. Не себептен менің қандай үлесім бар дедім. Сен қайсыдыр жерге барсаң, қайсыдыр жамаатке барсаң, сондай қылып ісле, сен жоқ кезіңде олар демалуы қиын болып қалсын. Сен олардың мислі таза хауасы бол. Сенсіз олар қиналып қалсын. Мына адам керек еді біздерге, мына адамнан біздер сол адамменен бір өміріміз жақты еді дегендей нәрсе болсын. Сен оларға сол таза хауа бол деп айтқан екенмін. Расында мен қатты қуанып қалдым. Хақиқаттан егер менен сондай үгіт шыққан болса, һәм сен сол үгітімді өз кәсібіңде қолданып, өз кәріңе жарата алған болсаң, онда мен қуаныштымын дедім. Мен сондай болып жұмыс істедім, соның үшін мен нәтижесін көрдім деді. Жүдә бәрекелла дедім. Біреудің міннеттаршылығында ойламай, өзінің жауапкершілігін ойлап жұмыс істесе, онда Конфуций айтқандай, бала жақсы бала болсын, әке жақсы әке болсын, патша жақсы патша болсын дегенде қосып қояр едім, ұстаз жақсы ұстаз болсын деп, сонда әлем гүлстан болар еді. Ұстазым деп жаслар арқа сүйеген. Алдыңызда ақ басымды иемен. Келешектің гүлшанына гүл еккен. Мен мұғалім деген қалыпты сүйемен.